Ораза кезінде адам ағзасында қандай өзгерістер болады? Алла тағаланың мұсылман құлдарына қасиетті етіп берген бірнеше күндер мен айлары бар. Қасиетті айлардың бірі әрі бірегейі ол Рамазан айы. Рамазан айының ерекшелігі сол, мүміндер бұл кезде бір ай бойы ораза ұстайды. Рамазан мейірімділіктің, қайырымдылықтың, сабырлықтың, кешірімділіктің, тақуалықтың және нәпсіні тәрбиелеу, өз-өзіңе есеп беру айы. Құрметті қауым, ұстаған оразаларыңыз қабыл болғай. Қасиетті ораза айында ұстаған оразаңыз ағзаңызда қандай өзгерістерге ұшырайтыны туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Каналға жазылмаған болсаңыз, қызыл батырманы бір шертіп, қоңырауды түртіп, лайк баса кетіңіз. Бұл маған шабыт сыйлайды. Ал кеттік ендеше. Бірінші тазалану кезеңі. Ол бірінші және екінші күндер болады. Басыңыз ауырады ма? Еш уайымдамаңыз. Оразаның бірінші күні қанымызда қант азаяды. Жүрек соғысы бәсеңдеп, қан қысымы төмендейді. Бұлшықеттен гликоген бөлініп, әлсіздік пайда болады. Тазаланудың алғашқы күндері ең қиындау болуы мүмкін. Бас ауру, жүрек айну, ауыздан жаман иіс шығу, тілдің ауырланып ісінуі тазаланудың бірінші кезеңі болып есептеледі. Осы кезеңде аштық қатты сезілуі мүмкін. Екінші тазалану кезеңі. Ол 3 және 7 күндері жүреді. Май қышқылының құрамы ыдырап, глицериттер молекуласындағы глицеринді босап, глюкозаға айналады. Бет майланып, кейбір жағдайда аздап бөртпе шығуы мүмкін. Ағза оразаға үйрене бастайды. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш тазалануға және емделуге жұмсалады. Қанның ақ түйіршіктері мен иммунитет жүйесінің белсенділігі артады. Өкпе тұсыңыз ауырсынуы мүмкін. Тазалану органдары, өкпе жолдары ретке келіп, жаңалану процесі үстінде болады. Тіліңіз ағарып, тоқ ішекке жабысқан нәжіс ажыратыла бастайды. Үшінші тазалану кезеңі. Ол 8 және 15 күндері арасында болады. Өзіңізді сергек сезініп, қуатыңыз тасиды. Алайда ескі жараларыңыз қозып, біраз ауырсынуы мүмкін. Бұл ағзаның ораза кезінде өзін-өзі емдеуге көшкенін көрсетеді. Ағза өз бойынан өлі не жарақаттанған жеріне лимфоциттер секреттеген заттарды жеткізіп, ақаулы жасушаларды жоюға кіріседі. Осы шырышты заттар бұрын болған ақау орнын қайта ауруына әкеп соқтырады және сол жердегі жүйке талшықтарына әсер етеді. Ағза өзін-өзі емдеп, сауықтыруның басты көрсеткіші де осы ауырсыну. Бұлшықеттер қатайып, токсиндердің әсерінен ауырсыну асқындайды. Токсиндер аяқта жиналатын болған соң, аяқтарыңызда ауру сезінесіз. Ауыз қуысында шағын жаралар пайда болуы мүмкін. Ол бактериялардың көбеюі салдарынан болады. Күнделікті ауызды тұзды сумен шайып тұрсаңыз, жаралар тез жазылады. Төртінші тазалану кезеңі. Ол 16 және 30 күндері жүреді. Ағза ашуға әбден үйренген. Қуатыңыз көп, ой санаңыз тынық. Тазалану кезеңдері қысқарып, тіліңіз қызылттанып, тынысыңыз тазарады. Ағзалар әртүрлі ауру қоздырғыштарынан тазаланғаннан соң, органдар 2 есе тез жұмыс жасап, қауы бар жойылған жасушалар орнын толықтырады. 20 күннен соң санаңыз тынық, жүйкеңіз тыныш, қуатыңыз көп, бойыңызда жақсы баланс сезіледі. Есте сақтау қабілетіңіз артады. Керемет өзгерістер. Одан да маңыздысы, Алла тағаланың ораза тұтқан жан үшін бұл дүние мен ақыретте беретін нығметтері өте көп. Құрметті достар, сіздерге видео пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше.